Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алтынгүл. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында дайындалатын өте дәмді, дүкендегіден де дәмдірек болып шығатын керемет нәзік рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұның құрамына өзіңіздің қалауыңызша джем, қандай да бір варенье, қалаған кремімізді пайдалана беруге болады. Мен торттардың ортасына қосылатын креммен дайындаймын. Салмасы өзіңіздің қалауыңызша. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызын сарыуызынан ажыратып аламыз. Ақуыздарды шайқайтын ыдысымыз міндетті түрде құрғақ әрі таза болуы тиіс. Барлығын осылай ажыратып шығамыз. Ал енді біздің қантымыздың жартысын сарыуызымызға саламыз. Содан соң ең бірінші біздің ақуызымызды миксерлейтін боламыз. Венчик біздің міндетті түрде құрғақ болу керек. Осы қантты салып отырып миксерлейтін боламыз. Міне бізде осылай шайқалды. Төңкерген кезде біздің ақуыздарымыз ақпайды. Ал енді біз сарыуыздарымызды шайқайтын боламыз. Ол үшін біздің сарыуызымызға күнбағыс майын қосамыз. Және сүт қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң біздің ұнымызға қопсытқышты қосып араластырамыз. Ұнды міндетті түрде кересеті өткізіп аламыз. Енді ұнымызды сарыуызымызға қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді осы массамызға ақуызымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Миксермен емес, мен сияқты силиконды күрекшемен немесе қасықпен араластыруға болады. Осылай жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Міне бізде осындай біркелкі қамыр шықты. Енді осыны пергамент қағазына саламыз. Қамырымызды 180 градуста 15 минут пісіреміз. Міне мен дәл 15 минут ұстадым пеште. Піскенін білу үшін осылай ағаш таяқшамен тексеруге болады. Противеннен шығарып алдым. Енді осыны сүлгінің үстіне бұлай аударамыз. Біздің пергамент қағазымызды жайлап алып тастаймыз. Енді осыны астындағы сүлгімен бірге ыстық күйінде орап тастаймыз. Ыстық күйінде орау міндетті. Суығаннан кейін орасаңыздар, ол сынып қалады. Толықтай суығанша осылай орап қоямыз. Қатты тығыз орап керек емес. Аралары кішкене ашық болса болады. Осылай 20 минутқа қойып қоямыз. Ал суып жатырғанша біз осыған ортасына жағатын кремді дайындаймыз. Кремді дайындау үшін бізге салқын творожный сыр және сахарная пудра керек. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Одан соң салқын клейге қосып миксерлеуді жалғастырамыз. Клейге міндетті түрде 33-35% болу керек. Формасын жақсы ұстағанша шайқаңыздар. Көп шайқап қоймаңыздар, өйткені креміміз іріп кетеді. Міне біздің рулетіміз толықтай суыды. 20 минут тұрды. Ал енді біз алып, ақырындап ашамыз рулетімізді. Енді осыған біз салмамызды саламыз. Видеоның басында айтып кеткен болатынмын.
қалаған кремді қолдануға болады. Міне жағып болдық, ал енді ақырындап шетінен бастап ораймыз. Енді бұл жерде тығыздау етіп орауға болады. Осылай ораймыз, ешқандай да сынбайды. Жап-жақсы оралып жатыр. Міне оралды. Енді үстіне шоколадты ертіп құямыз. Кез келген шоколадты водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Мінекей рулетіміз осындай әдемі болып шықты. Өте дәмді, мен дәмін көрдім. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем сіздерге.